Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен дәмі керемет болып шығатын жеңіл десерттің рецептімен бөлісетін боламын. Жай ғана пирог емес, сонымен қатар торт пирог десек те болады. Өйткені бетіне осындай әдемі қайнатпалы крем жасайтын боламыз. Ешқандай қиындығы жоқ, бәрі де өте оңай жасалады, және де бізге таразының қажеті жоқ. Барлығын ас қасықтың мөлшерімен өлшейміз. Ең алдымен бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаға шым-шым тұзымыз саламыз, және де 5 ас қасық қантымызды салып миксерлейтін боламыз. Әдеттегідей миксердің жай жылдамдығынан бастаймыз да, 1-2 минуттан кейін миксерді қатты жылдамдыққа ауыстырып, біздің жұмыртқалы массамыз 2 есе болып көтерілгенге дейін және де түсі ағарғанға дейін жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз дайын болып қалды, ол осылай жақсы болып көтерілуі қажет. Сол кезде сіздің бисквитіңіз де жақсы пышный болып шығатын болады. Енді біздің құрғақ заттарымызды дайындаймыз. Ол үшін ситаға 6 ас қасық ұнымызды өлшейміз, және де 1 ас қасық какао саламыз. Біздің ұнымыз с горкой дейміз ғой, сондай болуы қажет, және де 1 ас қасық толмаған какаоны жарты шай қасық қопсқышымыз салып жақсылап араластырамыз. Сонан соң барып біздің жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Барлығын бірден емес, бірінші жарты бөлігін саламыз да осылай күрекшенің көмегімен араластырамыз. Және де сонан соң барып осындай екінші қалған бөлігін салып, тағы да жақсылап лопатканың, яғни күрекшенің көмегімен араластырып аламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ. Барлығы біріккенге дейін, яғни бір келкі масса болғанға дейін араластырамыз. Міне осындай гладкий әдемі біздің қамырымыз дайын болды. Енді оны қазір противеньге саламыз. Менің противеньнің диаметрі 25-20 см квадрат форма. Егер де сіз домалақ формаға жасайтын болсаңыз, 24 см форманы қолданған дұрыс. Және де біздің бисквиттің астына міндетті түрде фольганы немесе пергамент қағазын төсеу қажет. Сол кезде бисквит оңай және тез алынатын болады. Енді біздің қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 8-10 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің қамырымыз піскенге дейін біз қайнатылмалы кремімізді дайындаймыз, яғни заварной крем дейміз ғой, соны дайындаймыз. Осындай кастрюлямызға 5 ас қасық қантты саламыз, 2 ас қасық жүгері крахмалы, 1 ас қасық ұн, және де 1 жұмыртқамыз салып, венчиктің көмегімен жақсылап біріккенге дейін араластырып аламыз. Біздің массамыз жақсылап бірікті. Енді оның үстіне сүтті құямыз. Барлығын түгелдей құйып, венчикпен тағы да жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы қажет. Массамыз барлығы бірдей болып бірігуі керек. Және де енді осы массамызды газға қоямыз. Астын орташа отқа қойып, араластыруды тоқтатпаймыз. Өйткені біздің ұн мен жүгері крахмалы кішкене күйіп кетуі мүмкін. Сол үшін астын араластыруды тоқтатпаймыз. Және де тура осындай қоюлана бастаған кезде біз оны оттан аламыз. Оттан алған кезде осындай қоюлау болып тұруы қажет. Міне осындай әдемі болып тұрады. Және де осы кезде бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосамыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Біздің сары майымыз еріп, массамыз біркелкі болып араластырғаннан кейін, біз енді осы массамыз, яғни кремімізді басқа бөлек ыдысқа ауыстырамыз, өйткені ол тезірек суы қажет. Барлығын құйып болғаннан кейін осылай үстінен пищевая пленканы жауып қою керекпіз, яғни в контакт жабу керекпіз. Ешқандай ауа өтпейтіндей қылып жақсылап жабамыз да суығанға дейін кремімізді қалдырамыз. Біздің бисквитіміз дайын, оның дайын болғандығын ағаш шпажкамен тексерсеңіз болады. Енді осылай формадан кішкене босатып қоямыз, бірақ толықтай формамыз шығармаймыз, өйткені қазір тура осы қалпында бетіне кремді жағатын боламыз. Біздің бисквитіміз, креміміз дайын. Енді біздің пирогымыздың үстінен құятын шоколадты заливкамызды дайындаймыз. Менде мұнда 100 грамм шоколад. Енді оның үстінен салқын болып тұрған 90 грамм сливкемізді құямыз да, яғни біздің шоколадымыз 10 грамм аз болуы қажет сливкеден. Енді осыны біз су моншасында ертіп аламыз, немесе микротолқынды пеште ертіп алыңыздар. Және де ол еріп жатқан кезде біз бисквитімізді тура осылай шанышқымен тесіп шығамыз. Және де қазір енді осының үстінен менде мұнда сүт бар, сүтті жағып шығамыз, өйткені біздің пирогымыздың асты кішкене влажный болып тұруы қажет. Сол кезде өте жұмсақ болып, күшті болып тұрады. Енді осы бисквитіміздің үстінен біздің қайнатпалы заварной кремімізді жағамыз. Ол осындай қою болып формасын әдемі ұстап тұруы уже. Жақсылап барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Және де енді қазір осының үстінен біздің жаңағы шоколадты заливкамызды құятын боламыз. Міне пирогымыздың жарты бөлігі дайын болып қалды. Енді соңғы штрихын дайындаймыз. Міне біздің шоколад заливкамыз да дайын.
Байқасаңыздар, осындай кішкене арасында менде дәнектер бар, ол менде альпенгольд шоколады, сол үшін сондай дәнектермен болып шықты. Енді біз шоколад заливкамызды осы пирогымыздың үстіне құямыз. Шоколадтың қатты суығанын күтпейміз, тек қана 30-40 секундтай бөлме температурасына тұрса жеткілікті. Осылай барлығын бір тегіс етіп жағамыз да тоңазытқышқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз, сонан соң барып кесіп ұсынатын боламыз. Шеттер жабысып қалмас үшін бірінші осылай пышақпен алып шығамыз, сонан соң барып формасынан босататын боламыз. Біздің пирогымыз дастарханға ұсынғанға толықтай дайын, өткен тоңазытқышта тұрды, кремі де жақсы сіңді. Енді қазір барлығымыз бірге кесіп дәмін көретін боламыз. Байқасаңыздар, біздің бисквитіміз де өте жұмсақ болып шыққан, өйткені біз пропитка жасаған болатынбыз. Міне осындай түрі де аппетитный, күшті болып шығады, және де дәмі де өте керемет. Бетінде қайнатпалы кремнің дәмі сливкилі кремге ұқсайды, өйткені біздің үйдегілердің барлығы оны балмұздақтың дәміне өте қатты ұқсатты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, ол сіздің отбасыңызға міндетті түрде ұнайды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.